Salim dostlar. Salim dostlar. Biz bugün қазір тоққа барамыз. Оған дейін мына шашымызды әдемілеп жинап алайық, Ал, давай, кеттік. Видеоның басын осы қыздармен бастайын дедім. Екі кештің ортасында отырып жүріңдер кеттік, катокқа барып қайтайық деп, ақыры үйде телефон ұстап отқанша деп барып қайты. Қазір деген ерінбей барсаң болды ғой, тегін жерлер, жай жүріп қайтатын жерлер өте көп қыстың өзінде. Сонымен қыздарымның осылай шашын өрдім. Мынау бір косичканы алдына шығару деген қайдан шыққанын қайдам, осындай бір өрім шығарып қойған. Қазір өте модны болған ғой, қыздар арасында да, мына соткадан да байқаймын. Қыздардың шашы қисық-қисық өрілді. Оған дүп-дүз ғып өруге болушы еді, қимылдатпай отырғызып. Қойш дедім, емін-еркін жылатпай-ақ қояйыншы дедім. Кән, айта ғой. Сәлем достар, бүгін мен шашым косичка сысындағы да істеді. Мынандай істейін ба? Әчем болды. Ой, красотка болып тұрсың, күшті болып тұрсың. Сырғанаққа баруымыздың себебі осы кісі 15 минутта сабақты оқып бітетін болсаң барамыз деп едік. Міне 15 минутта барлығын орындап бітті. Сонымен үйден шығып кеттік. Ал шашымызды жинап болды. Енді катокқа қалың киімізді киіп шыға берейік, Менде Микки Маус. Микки Маус. Осында прическаны Микки Маус прическа дейді, Ана, болды. Давай кеттік. Микки Маус кофта у тебя зелень. Екі күнімді корейский сериал көруге арнадым. Уақытты босқа өткізу ғой негізі. Корейский сериал бастадың деген. Сонымен мына диванның астын реттеп алдым. Кілемдерімді ініме далаға шығарып қаққызып, барлығын пилюстап, жуып, тазалап, реттеп алдым. Анау жатқан менің қосымша кілемді негізі жиі жууға беріп тұрамын. Квадраты көп болса, негізі арзан алады екен. Соған қосымша алып қойған түрім ғой. Мынау қақ келген уақыты уже мен жуып, тазалап, барлығын реттеп алдым. Оның үстіне қазір үйде мысық бар. Содан кейінде жиі пелестап, жиі қаққызып, сүйтіп реттеп отырамын. Осылай үйді тазалап, кілемді шығарып әсіресе қағып алған күні бір жеңілдеп қаласың ғой. Бүгін міне менің қыздарының полкасына да қолым жетті. Ең күшті, аккуратны жинап қойдым деген менің осы. Осыған да шүкір. Жаман киімдердің бәрін тастадым. Мынау тар болып қалған 3 шалбары Айзира мен Аймерекенің. Енді бұны құдай қаласа Жазираға әдемілеп реттеп қоямыз. Ендігі жылы киеді. Тәтті өтті ма? Дәмді өтті ма? Бүгін мен малинаны шығарып қойдым. Бүгін ертең жейді ғой деп. Одан окорочканы шығардым. Қазір капуста мен картошка мен духовкаға салайын деп тұрмын. Сол мынау деген мен жаз бойы қатырған малиналар отқосуға айналдық. Мұздай. Мұздай. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналымның дамуына үлес қосқан әрбір жанға алғысымды айтамын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.